достар, біздің арнаға қош келдіңіздер. Біздің арнамызда сіздер шаш өрудің үлгісін көрсететін боламыз. Менің жанымда екі қызым, Айкөркем және Ақжан. Екеуінің де шаштар ұзын. Осы шаштардың күнделікті прическа жасауды үйретеміз. Өруді үйренеміз и оңай жасалынатын прическа түрлерін үйренеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Кімнің шашы ұзын, комментарийге жаза кетіңіздер. Так, бастаймыз бізде. Бірінші Ақжан, сен шашын бастайды. Сен жанына қарап отыр. Міне Ақжанның шашы бізде ұзын шаш. Бірінші қазір Ақжанның шашын қарап аламыз әдемі. Ақжанның шашы ұзын, достар. Сіздерде кімнің шашы ұзын? Қырғалдырып, төменге комментарий жазып кетіңіздер. Айкөркемнің де шашы ұзын. Осындай ұзын шашы қыздар бар ма біздің каналымызда? Қайдың супер. Біз вообще шаш қиындаймыз. Бірақ кеше не қылдық, Ақжан жем жасаймыз. Мама, голосай. Мама. Бірінші шашымызды алып аламыз да буамыз бір жерге. Күнделікті жасалатын прическа бұл. Сабаққа да, садикке де, сыртқа магазинге шыққан кезде де тез істеп жүрмейш прическа демейміз бұл де. Осылай жасаймыз. Міне бірінші осылай қосып алып аламыз. Ақжан шашы ұзын, қалың. Осылай мен 3 рет байлап алдым. Және тағы да міне 2 рет мынандай қалың резинкалар алу керек, қалың шаштарға. Ана 2 бөлікке бөлеміз, ұзын шашты 2-ге бөлеміз. Осыны айнан бір рет байлап аламыз бір бөлікке. И астындағысында дәл екінші бөлігінде дәл осылайынан байлап аламыз. Ішіп келе олады. Міне осылайынан тұр. Енді осының ортасынан былайынан алып аламыз да астыңғы бөлігін жоғарыға шығарамыз. И дәл осылайынан төмен түсіреміз. Екіншісін тағы да осылай шығарамыз. Мына шетін кішкене түсіру керек. Енді мынаның ортасынан аламыз да мынаны шығарамыз. Енді мынаны тағы да түсіреміз да былайынан. Кішкене мынадан шамалы түсіреміз да. И осыны тағы да ашамыз. Бір резинканы алып тастаймыз да. Екеуін бірігіп, тез ұстаймын. Жасасамыз. Міне достар. Көрдіңдер ме? Әдемі болды. Бері қарай олшы. Ақжандай қаршы ма? Әдемі болды. И осылай күнделікті жасауға оңай прическа. Кәне Ақжан. Мен былайынан қарап тұрмын.
тез жасаймын. Так, енді Айкөркемнің шашын жасаймыз. Ол үшін Айкөркемге шашы Айкөркемнің ұзын, бірақ жұқа шашы. Бұлаңыздан былай қарап отырмыз. Айкөркемнің шашы жұқа. Сондықтан оған қазір шашын қарап аламыз бірнеше. Күнделікті тоже прическа садикке, сабаққа. Ал достар, біз шаш өріп, жаңа болды, бүгінге тек екі прическаны көрсеттік. Болашақта тағы да осындай рубрика шаш өріп рубрикасын тағы да салатын боламыз. Ол кезде басқаша прическалар салатын боламыз достар. Уақытым шамалы жеткіліксіз. Келесі жолы тағы да бізден үйренгілеріңіз келсе, тағы да салатын боламыз, е. Ұзын шаштарға әсіресе, әртүрлі прическалар табу қиын. Біздің шаш өріміз сіздерге ұнады ма? Лайк басып, комментарий жазып, бізге подписаться етуді ұмытпаңыздар, достар, е? Ал, достар, сау болыңдар.